Баршаңызға сәлем достар, мен супер келін Диана. Бүгінгі видео шығарылымда сыр қосылған пита лепешкасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен табаққа жылы су, ерітілген сары май, ашытқы және қантты салып, барлық қоспаны жақсылап араластырып 15 минутқа бетін жауып қоясыздар. 15 минуттан кейін бір жұмыртқа, дәміне қарай тұзды салып, барлығын қайтадан жақсылап араластырып аламыз. Онды илектен өткізіп саласыздар. Жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр өте жұмсақ болып шыққан. Енді бетін жауып жарты сағат ашытып аламыз. Қамырымыз жарты сағатта ашып көтеріліп шықты. Енді ұнды салып, қамырды екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Енді 6 бөлікке бөліп аламыз. Қамырды дөңгелек етіп жайып, ішіне моцарелла сыр немесе сулугуни сырды пайдалансаңыздар болады. Қамырдың жан жағын түйіп, қайтадан дөңгелек етіп, күлше тәріздес етіп аласыздар. Сыр қосылған күлшені қайтадан дөңгелек етіп жайып, қызып тұрған табаға екі бетін пісіріп аламыз. Достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай пита лепешкасы көтеріліп, әдемі болып шығады. Енді сол піскен пита лепешкаларын маймен майлап қоясыздар. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыз. Сіздермен бірге болған супер келін Диана.